Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, әрі тәттіні онша сүймейтін жандар үшін арналатын бананды кекстің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бананымызды осылай бөлікке бөліп ыдысымызға саламыз. Мен әбден піскен банандарды қолдандым. Үйде қандай банан бар, соны қолдансаңыздар болады. Банандарымызды бөлікке бөліп алып, шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Бананымызды әбден езіп аламыз. Бананымызды езіп алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Шанышқының көмегімен немесе венчик қолдансаңыз да болады. Біркелкі массаға келтіріп, араластырып аламыз. Кейін үстіне сұйық майымызды құямыз, яғни шемекі майымызды тағы да араластырып жібереміз. Енді үстіне құрғақ ингредиенттерімізді саламыз, яғни ұн қопсытқышы, корица және ас содасы. Осылай ситыдан өткізіп барлығын араластырамыз, яғни жоғарыдан төменге қарай барлығын біркелкі массаға келтіреміз. Ұнымызды біртіндеп қосып отырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай силиконды таяқшаның көмегімен немесе қолмен араластырсаңыз да болады. Осындай қою қамыр шығады. Барлығын жақсылап араластырамыз тағы да. Қалауыңыз бойынша әртүрлі жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Мен грек жаңғағын қолдандым. Немесе мейіз қолдансаңыз болады. Және шоколадты салдым мен. Бұл әрине өзінің қалауыңыз бойынша, бұл заттарды қоспасаңыз да болады. Тағы да араластырып жібереміз барлығын. Енді формамызды дайындаймыз. Мен осындай арнайы кекс үшін кекс дайындайтын ыдысты қолдандым. Металл түрі менде осылай май жағып аламыз. Сіз қарапайым форманы қолдансаңыз да болады, немесе кекс пісіретін силиконды формаларды қолдансаңыз да болады. Қамырымызды салып осылай дайындап аламыз. Алдын ала қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Міне піскен кезде кексіміз осындай болып шығады. Өте жұмсақ, сырты қытырлап тұрады. Бетін осылай шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Немесе сгущенка құюға болады бетіне, қалауыңыз бойынша. Кескен кезде міне осындай. Өте жұмсақ. Дәмі де шаймен ішуге күшті болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз.